Барлығыңа сәлем достар, сіздермен бірге эпизод. Бүгінгі жерде мен өзімнің кереметтей бір летсплей басына отырмын. Әрине бұл Майнкрафт ойынынан. Бұл летсплейдің аты қарапайым ауыл саламыз деген аты. Достар, көріп тұрғандарыңдай, мен қазір өзімнің ауылымды көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Көріп тұрғандарыңдай достар, мынау менің үйім. Достар, мен алдыңғы сұрақ жауап видеоның астына сұрақ жауап болады, келесі видео жазып кетіңдер сұрақ деп айтқан болатын, бірақ сіздер небәрі 5 адам ғана сұрақ жазыпты. Достар, ол өте аз, сондықтан сұрақтарды көп қалдырып тастайық. Сондықтан осы видеоның астына да сұрақ қалдырып кетіңдер. Менде осындай золотой железный заттар бар. Мен сіздерге қазір ауылымды көрсетіп шығамын. Қазір мына айтып жатқан шығарсыздар, Майнкрафт қатып жатыр немесе тағы басқа деп. Жоқ достар, менің видео түсіретін құралым өзі қатып жатыр. Келесі бөлімде ана шахтаға кіретін боламыз. Шахтаға тағы алмаз тауып қалсам, сендер өтірік дейсіңдер. Ал мыналар лазурит, красный пыл, угол және алтын, железо, тағы красный пыл деген заттар тауып алдым шахтадан. Бұның бәрі өтірік емес достар. Жердің астына дейін бардым мен, түбіне дейін. Және көптеген лавалар кездесті. Достар, келесі бөлімде давайте біз шахтаға барамыз. Қазір мен шайдармен ойнап жатырмын. Көріп тұрғандарындай күнді көрдіңдер. Қанты мықты шайдар деп айта алмаймын. Әрине үйдің көлеңкесі жоқ. Ал мынау мусор салатын үй. Мына жақта мусорларым бар, бірақ мынау мусор емес. Өйткені бұл железная решетка, яғни железодан жасалған. Мына гүлді алып алайық, одуванчик дейді. Осыдан біз краситель жасаймыз. Краситель арқылы төсекті боя аламыз. Сары түске, мен үйімдегі төсекті көргендеріндей сары түс, солай бояп аламыз. Менің ауылым осындай достар. Если ойлап қалмаңдар, мынаның бәрін творческийде салдың деп достар. Алда уақытта тағы да көптеген үйлер сіздермен бірге саламыз. Ағаш жинаймыз, шахтаға барамыз. Өте көп заттар бар әлі. Примерно бұл летсплей 20 немесе 25 сериялық болуы мүмкін. Также мына жерде үй бар. Вот терезеден көрсете салайын. Обычный үй. Мен осы мерді ашқанда ең алғаш рет мына үйде тұрдым, алдымда тұрған көріп тұрсыздар ма, мынау. Мен ана жақта алдымда орманнан шықтым. Мына жақта тоже бір үй бар. Вот мынандай кирпичтен жасалған. Көбісі білмейді бұндай кирпичті қалай жасау керек екенін. Бірақ достар, Нұрлан Қаламовтың қарапайым Майнкрафт деген летсплей болды, естеріңізде ма? Осы 2-1 жыл бұрын, сол жақта мен көрдім. Ол жақта монша салдым. Мен сияқты дәл осындай, монша достар, қараңдар, тоже сол сияқты салдым. Мен одан көріп алдым да, осылай қызыл кірпішті жасап алдым. Және ішінде осындай заттар бар. Пар, пардан мынандай ыстық су жасап қойған болады. Мына жаққа көрдіңдер ма? Судың текстурасы да шайдармен әдемі болып тұр. Вот такой. Мына жерде салқын су и мына жерде киімдеріңді шешуге болады. Және күн әне тағы көрсетіп жіберейін, текстурамен әдемі болады. Мынау алдында үй, жаңа айтқан ең алғашқы тұрған үйім мықты да, қараңдаршы. Ең алғашқы үйімді болса да. Бәрі достар чисто выживание. Нұрлан Қаламов сияқты салдым. Ана жағы тесік, баяқ мен тесік қойыппын. Мынау үйдің ішін көрсетіп жіберейін. Мен қазір бұл үйде тұрмаймын. Бұл үйден көшіп кеткен болатын. Себебі ана жаққа мен әдемілеу өзіме жаңа үй салып алдым. Көрген боларсыз жаңа видеоның басында. Және екінші этаж бар мына үйде. Вот, мына жерде PlayStation ойнап отыруға болады деген сияқты. Әркім үй салған шығар, сондай картинкамен. Әркім салған шығар, әрине Майнкрафт ойнайтын барлық адамдар салды олай. 100% беремін. Мен қазір наушникпен сөйлесіп отырмын. Наушникпен дыбыстап отырмын, сондықтан да жел кішкене болуы мүмкін. Мынау менің мейірімдағы ең мықты үйдің бірі. Мына приложениеде қатып жатыр. Вот, қараңыздар, өте әдемі. Вот, жаман әдемі екен да. Тоже мына жерде тоже үй бар. Дерзкий да, қараңдаршы. Үйдің ішін көрсетіп жіберейін қазір. Видео кішкене ұзақ болды, сіздердің қалауларыңызбен, әрине күнде қысқа болатын бұл видео. Бұл үлкен үй, менің мейірімдағы ең үлкен үйлердің бірі. Сосын мына жерде тоже бір үй бар қазір.
вот сыртын көрсетіп жіберейін. 2 этажный үй, күшті да. Негізі бұл үйді негізі 1 этаж қылам деп ойлағам, бірақ 2 этаж қылып жүрмін, өйткені 1 этаж болған кезде ол әдемі көрінген жоқ. Полы шахматный, ал мына жақта 3 сундук бар, үлкен печка, анау мынау. Ой, так. 2 этажға мінеміз. Так, вот такой, и вот мына жақта біздің комната деп айтсақ болады, кішігірім. Бұл жақта біз ұйықтауға болады, но қазір таң, иә. Таң дегенде қазір күндіз, кішкенеден кейін қазір түн болады Майнкрафтта. Так, мына жерден секіре салайық, давайте. И жалғастырып, мына жерде, короче, кішігірім зырғанайтын бар деп айтсам болады, сумен. Ё-моё, кеш батып жатыр уже, қазір уже зомбилар, криперлер шығады. Бір жаман достар, криперлер өте көп мына жақта. Нормально болса да, бұл жақта зомби криперлер деген бар. Ведьма бар еще достар, алдында 2 ведьманы көріп қалдым. Жоқ. Я жоқ, 1 ведьма. Я 1 ведьма и осы сақтардан тағы көрсетіп жіберейін. Мына жерде тоже бір үй бар, осындай. Негізі мына жердің бәрі достар, мына үй тұрған жері, короче, тауып алған, короче, сыртқа көрсетемін қазір. Мына жерге келіп ұйықтап алайық біз. Так, ұйықтайық. Вот тұрдық. И, короче, осында 2 кровать бар. Бұл үйде 2 адам тұру үшін салғам. Мына үй тұрған жер. Так, все нормально. Үй тұрған жер, короче, мынау сияқты тауып алған, короче, мынау сияқты тауып алған. И мен оны киркамен, лопатамен алып тастадым. И сосын мына жерге үлкен лестница салған болатын, көріп тұрғандарындай. Айтпақшы, ана ауылдың шетінде тоже бір үй бар. Так, мынау монша жаңағы. Ауылдың шетінде прям бізден бөлек. Так, көрсетіп жіберейін. Вот, и көріп тұрсыңдар, мына жерде тауып жүр ғой. Қалайсың, не? Айтпақшы, міне лава тұр сол жағымызда. Ой, блин. Лава мінекей. Қараңыздар, текстурасы вообще басқа шын өмірдегідей. Майнкрафтқа сөйтіп салғам, короче, шайдермен. Лаваның түрі маған ұнаған жоқ, судың да түрі ұнаған жоқ. Короче, осындай. Негізі мен күн мен ай үшін салған болатын бұл шайдерді. Және сол. Короче, қазір 2020 жылы Майнкрафт түсіретін адам өте аз болып кетті. Тек жай ғана Рома ғана түсіреді. Қазақтардан сол деп айтсам болады. Басқа ешкімді көріп жүрген жоқпын. Так, мына сырды ала салайық. Тамақ керек бізге. Короче, мынау жаңағы үйлердің арты жағы. Опа, мына жерде корова жүр ғой тоже. Кеспек қойық, құрсын қайырымдылық жасайық те. Короче, мына углдар толып отыр. Ема, көрдіңдер ма? Любой жерде угл толып отыр, бірақ менде угл жетеді достар. Жаңа көрдіңдер, X тагы бар менде. Если керек болса, мына жерден ала салам. Так. Вот такой достар, ауыл менің үлкен ауылым. Бұл ешқандай творческий емес достар. Выживание салғам. Сенбесеңіздер, келесі бөлімдерінде шахтаға барамыз, выживать етеміз. Я бағанағыдай айтқандай. Короче, мынау кафе, мінекей көріп тұрғандарындай, мынау кафешка біздің. Мына жерде сыртта тамақтануға болады, іште де тамақтануға болады. Короче, ішін көрсетпейді екенмін. И мына жерде мына үйді мен жаңа ғана салдым, осы видеоның алдында есігін әлі салып үлгермегенмін. Көрдіңіздер ма? Даже кровать сарыға бояп қойғам, манағыдай гүлмен. Мына жақта 2 үй әрине не очень, мына березовый нормально, но ана 3 этажный үй өте жаман деп айтсам болады. 1 этаж көрдіңдер, өте кішкентай, көріп тұрғандарындай. Короче, осындай. Ё-моё. Сөйлемде бауызым шығып кетті. 2 этажда бір кровать бар, 3 этажда, но дым жоқ. 3 этажда дым жоқ. Бұл үйді мен негізі ана ең алғаш рет салған үйлердің бірі. 2-ші немесе 3-ші салдым ау, осы үйді. Просто өтірікке сала салғанмын. Просто ауылыма тоже бір үй қосылсын деп салған болатынмын. Ой, блин. Достар, осымен видео аяқталды. Видеоны міндетті түрде лайк басыңдар, және тоқса егершеңгі видеода шахтаға баратын боламыз. Және осы видеоның комментариясына өздерінің сұрақтарына қалдырып кетіңдер. Алдыңғы видеоның комментариясында сұрақтар өте аз болып қалды, 4-5 болып қалды. Сондықтан да сұрақ қалдырып кетіңдер. Ал давай достар, пока.